Барлықтарыңа сәлем. Бүгін уақыт жайлы сөйлесеміз. Екінші бөлім. Бірінші бөлімде Қазақстандағы қарапайым адамның бір сағат уақыты қанша теңге тұратынын есептеген болатынбыз. 520 теңге. 520 теңге өте аз. 200 теңге айлық болғанның өзінде де 1000 теңге бір сағат тұрған ол өте аз. Соны бүгін неге аз екенін есептейміз. Бүгін жай ғана қарапайым көлікпен, жай ғана қарапайым бір үйді сатып алғанға қанша уақыт жұмыс жасаймыз, соны есептейміз. Қазақтардың арманы Toyota Camry 40. Сол Toyota Camry 40-ты қанша уақытта ала алатынымызды есептейміз. Қазақстанда Toyota жаңа емес, ұсталған көлік 5 миллион теңге тұрады. Бұдан көп болса көптер бар шығар, бірақ мен ұсталған көлік деп айтамын. Қарапайым адам айына 100-200 теңге адам алатын көлікті 5 миллион теңге тұрады. Toyota Camry 40. Екінші үй. Қаладан жай ғана үй, 2 бөлмелік үй алғанға күшті районнан емес, орташа районнан 20 миллион теңгеге 2 бөлмелік үй аламыз. Ішінде ештеңе жоқ. Теледидар жоқ, диван жоқ, кресло жоқ. Мақұл, оның бәрін алған кезде 30 миллионға шығады делік. 30 миллион. Кез келген университетті бітірген студент, университетті бітірген адам осы 30 миллиондық үймен 5 миллиондық машинаны қанша жылда алады деп ойлайсыздар? Бәрінің ойынша бір 5 жыл жұмыс жасайын, 5 жылдан кейін үйім болады, үйленем, одан кейін балаларым болады деген ойда. Ал енді шындығына келетін болсақ, қазір соны жаңа есептейміз. Мақсатымыз, яғни мақсат 35 миллион теңге. 10 жылда мұнаны алатынға сенесің ба? Қарапайым жұмысшы. Айына 100 мың теңге табады. Қанша теңге өзінен бөліп айына қанша теңге мына мақсатқа жету үшін бөліп отыра алады? Ең көп дегенде 20 мың теңге. Квартплата, бала шағасы, тамақ бәрі алып тастаған кезде 20 мың теңге. Енді бизнесқа енді кіріп жатқан ИП-ларды есептейміз. Тендермен айналысатын, болмаса бизнес Қытаймен айналысатын бизнесмендер, магазин, жай ғана базарда саудада айналысатын кісілер айына 300 мың, 400 мың деп алайық. 400 мың теңге табады. Табыс көзің көбейген сайын, сенің шығының да көбейеді. Сол үшін бұл кісілерді ең көп деген кезде қанша бір 100 мың теңге бөле алады айына. Енді бұдан үлкен, ИП-дан үлкен бизнестер, 5-6 рестораның бар, үлкен крупный системный бизнес, завод немесе үлкен бір өзіңнің, бұлар айына қанша табады? Шамамен 5 миллион табады айына. Бұлар бөле алатын ақша 1 миллион теңге деп есептейді. Одан кейін миллиардерлер бар, квадрант бойынша. Миллиардер. Айына 20 миллион теңге деп айтайық. Енді есептеймін. Енді мына мақсатқа 35 миллион теңге Camry 40-пен жай ғана болмайтын үй, 30 миллион теңге тұратын нәрсеге 35 миллион теңге жету үшін қанша жыл жұмыс жасаймыз? Біз 10 жылда жетеміз деп ойлап тұрмыз. Есептейік. 35 миллионды 20 мыңға бөлеміз. Сол кезде 1 мың 35 миллион бөлеміз 20 мың теңге. 1750 ай. Мына мақсатқа 1750 айда жетесіздер. Енді қанша жылда жету керек екенін есептеу үшін жай ғана 12-ге бөлеміз. Бөлеміз 12. 145 жыл. 145 жыл. Ал сендер 10 жылда жетем деп ойлайсыңдар. Өмірің біткенше жұмыс жасасаң да сен жете алмайсың. 145 жыл. Ары қарай. ИП, тендермен айналысады, магазин, жай ғана енді бір бизнесқа кіріп жүрген кісілер.
35 миллионды бөлеміз 100 мың теңгеге. 350 ай. Оны бөлеміз 12-ге. 29 жыл. Қазір қаншадасың? 21-де. Мақұл, 25-тесің, сен универ бітірдің. Сен 1-2 жыл жұмыс істеп көрдің. Оған қосасың тағы 29 жылды. Ол кезде и осындай баға тұрса жақсы. 50 жасыңда ма? 29 қосы 25. Крупный системный бизнес. Епідан кейін, егер тағы да жұмыс жасайтын болсаң, егер магазин ашқып үйде отыра беретін болсаң, ой, мен магазин бар десең, осындай 50-ге жеткен кезде, егер өмірге бет көзімізді ашып қарайтын болсақ, өмірде солай болып жатыр. Жеткен кезде үй үлкен, там 2-3 машинасын алып жатыр. Крупный системный бизнес болу үшін магазиндердің санын үлкейту керек. 10 магазин, 20 магазин аш, крупный бизнес. Айына осындай ақша табасың. Енді 35 миллионды бөлеміз. 1 миллионға 35 бөлеміз 12-ге. Ой, 2 жыл ма? 3 жыл. 3 жыл. 3 жылда үй, көлік аламыз. Жақсы ма? Әрине жақсы. Миллиардерді айтпай қояйын қазір. Миллиардер болу үшін жақсы жұмыс жасау керек. Бізге қай жерде тұру керек екен, өзіңе қай жерде тұру керек екен, миллиардер боласың ба? Крупный системный бизнесмен, яғни кәсіпкер боласың ба? Жай ғана магазин немесе тендермен айналысып қоясың ба? Болмаса қарапайым жұмыста айлыққа жұмыс жасайсың ба? Өзің шешесің. Сіздермен болған Мақсат Тілеухан, барлықтарыңызға рахмет.